Егер осыған дейін маған біреу сені күйеуің тастап кетеді десе, атаңның басы деп күлер едім. Иә, еркектер жаман әйелдерді ғана тастап кетеді деп ойлайтынмын. Осындай әңгіме болса, есі дұрыс еркек жақсы әйелін тастай ма деп білгішсініп қалатынмын. Бір күні жұмыстан келсем, күйеуім қомпиған үлкен сөмкені табалдырықтың қасына қойып, мені күтіп отыр екен. Ойымда ештеңе жоқ. Қайда жиналдың, дедім. Өз басым күйеуімнің не істеп не қойып жүргенін ілуде бір сұрайтынмын. Гулия, деп күйеуім айтайын деген айта алмай қысылып қалды. Бір жағымсыз хабар жеткізгісі келетін сияқты. Айтайын дегенім деп оқталып еді. Сол мезетте балама, қызыма бірдеңе болып қалған екен деп жүрегім су ете қалды. Не болды? Екеуі де дін аман, ештеңе де болған жоқ. Гулия, мен кеттім. Бір жола басқа әйелге. Сен мені кешір. Оның не айтқанын түсініп алайын деп үндемей, басынан аяғына дейін қарап шықтым. Әрине, сенгім келмейді. Орынсыз қалжың. Осы бейшарама үйден оп-оңай кете салатын, өзінше жігіт болып, күйем-сүйем деп, сонымнан қалмай қанша жыл жүріп еді. Қайда барсаң, онда бар деп дөрекі жауап бердім. Гулия, қайтесің? Өмір болған соң болады. Балалар ер жетті, түсінетін шығар. Мен оларды тастамаймын, сені де. Егер ақша керек болып қалса, хабарлас. Мен сонда ғана барып, оның шынымен бір жола кетіп бара жатқанын түсіндім. Намыстан өліп барамын. Өмірі одан бірдеңе жалынып сұрап көрген жоқ едім. Бұл жолы да содан таймадым. Кетем десең, жолың әне деп, етігімді шешпестен төр бөлмеге өтіп кеттім. Оның үйден қалай шыққанын да көрген жоқпын. Киімімді ауыстырып қайта шықсам, із-түзін жоғалып үлгеріпті. Ас бөлмеге кірдім. Шағын кастрөлден дәмді иіс аңқып тұр. Самат тамақ пісіріп қойған екен. Жұмыстан ерте келген ғой, мүмкін демалыс алған шығар. Мен оның қай ауысымда жұмыс істейтінін де білмейді екенмін. Қызықпаппын, сұрамаппын. Тамақ ішіп, жаным жадырап сала берді. Ыдысты аяқты жуып, үй жинадым. Телевизордың алдындағы диванға көсіліп жаттым. Күні бойғы жұмыстан шаршадым. Ірі сауда орталығы директорының орынбасары болған соң, бірнеше бөлімнің жұмысын қадағалап, 100 құжаттың дұрыс толтырылуын тексеріп отырамын. Сондықтан көп жүруге тура келеді. Айлығы жақсы болған соң ғана шыдап жүрмін. Таңертең оянып, шкаф ваннаны қарап шықтым. Күйеуімнің шынымен кетіп қалғанына көзім жетті. Бірақ көңіл күйім бұзылған жоқ. Қайта бойымда бір сергектік пайда болды. Шифонердің іші босап қалыпты. Өзі дәп-дәу болып, жартысынан көбін алып жататын төсегім, ванна, тіпті үйім кеңейіп қалғандай көрінді. Кеткені қайта жақсы болды. Керек едің сен маған, деп қоямын. 22 жыл отасқан жарымның аяқ астынан мені тастап кеткені. Түсіне алмасам да, еркіндік рахатына бөлендім. Өзімді тордан құтыла ұшқан құстай сезіндім. Әдеттегідей ашығырақ боянып, шашымды сәндеп тарадым. Бір тойға барарда арнайы сатып алған әдемі көйлегімді киіп, айнаның алдында айналып біраз тұрдым.
белім жуандап, иегімнің асты майы басып, мойным қысқарып қалмағандай көрінеді екен. Сонда да келбетім көз тартарлық. Несін айтасың, 45-ке келсем де жайнап тұрмын. Сол күні әркіммен жарқын-жарқын сөйлесіп көңілді жүрдім. Көп жұмыс атқардым. Менің көңіл күйімдегі өзгерісті байқаған әріптестерімнің бірі: сіз бүгін сондай сұлу болып кетіпсіз. Енді бірі: сіз өте көңілдісіз ғой деп жатты. Қанатыма жел бітіп, күлімдеп қасынан өтіп бара жатқанымды көріп, біреуі түсіністік білдірсе, енді бірі сонымнан қызыға қарап жатты. Кешке үйге келген соң жалғыз өмір сүрудің тағы бір артықшылығын байқадым. Тамақ пісіріп әуре болмайды екенсің. Күйеуіме жиі әртүрлі тамақ дайындайтынмын. Ауысымға барғанда ала кететін тамағын салып беретінмін. Оны да ет қосып тоя жетіндей етіп жасайтынмын. Алғашқы еркіндік күнін атап өту үшін басы бос екі құрбыма телефон соғып, ертеңгі күні біздің үйде бастаңға жасайық деп шақырып алдым. Өзім іште бастаңға жасап, көңіл көтерейік деген ойым ғой. Дастарханға қымбат шарап, жеміс-жидек, тағы басқаларын қойдым. Олар да үйлерінде егірігіп отырған адамдар екен. Тез жетті. Ішіп-жеп, әр нәрсені сөз етіп, түкке тұрмайтын нәрсеге ішегіміз қатқанша күлдік, биледік. Мен әрине оларға күйеуімнің үйден кетіп қалғаны туралы тіс жарған жоқпын. Тәкаппарлығым жібермеді. Екінші және үшінші күні осы тобымызбен бірде кафеде, енді бірде құрбы қыздың үйінде сайран салдық. Бір апта өткенде алғашында қызық болып көрінген көңіл көтеруден де жалықтым. Ішіп алып, сайран салып жүру менің табиғатыма жат. Кейін дүкен аралайтынды шығардым. Керек болсын болмасын сатып ала бердім. Бұрын әр тиынымды санап ақшаны үнемдейтін, енді алды-артыма қарамай шаштым. Жолдан сән салонына соғып, шаштараз қыздардың тілімен айтқандағы имиджімді өзгерттім. Шашымды жаңаша қидырып, макияж жасатып, тырнағымды ұзарттым. Содан кейінгі аптаны мәдени шараны құр қалдырмай театр, концертке баруға айналдырдым. Күн сайын кешке қуыршақтай боянып, жасанып, такси шақыртып жүре беремін. Бір күні концерттен шыққан мені танымайтын адам күтіп алды. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба деп жауап беріп, қасымнан өтіп кетпекші болған маған ол кісі әдемі әйелді шығарып салуға бола ма деп күтпеген ұсыныс білдірді. Тоқтап, танымайтын адамды басынан аяқ шолып шықтым. Көлікке отыруыңызды сұраймын. Оның ақсиған тістерін көріп, қарап тұрып бойымда бір теңтектік, қызығушылық, біреуден бір өш алған сезім биледі. Не болмайды, шығарып салыңыз деп оның қымбат машинасына отырдым. Шынымен, менің жүріп тұруыма кім тыйым салып жатыр? Кімнен ұяламын? Кімнің алдында жауаптымын? Ол болса, сізді концертке келген сайын көріп жүрмін. Қашанда жалғыз жүресіз деп әңгімесін жалғастырды. Содан осындай келісті әйелмен таныспау үлкен қына ғой деп шештім. Айтпақшы, менің атым Шафик. Сіздің аты жөніңіз қалай? Гүлия дедім. Бәрекелді, атыңыз гүлдей жайнап тұрған затыңызға сай екен. Өзімді зорлап
күлімсіреп қоямын. Ол болса, мен жалғыз бастымын, әйеліммен ажырасып кеттім. Ал сіз ше деп, әлгі еркек сұраулы жүзін маған бұрды. Мен де, дедім. Балаларыңыз бар ма? Менің 2 қызым бар, екеуі де тұрмыста. Ал ұлым әскерде. Байқасам, екеумізде еркін адам екенбіз, десті. Иә, соны айтыңызшы, дедім. Үйге жеткенше Шафик маған бар білген қошемет сөзін айтты. Тіпті үйдің кіре берісінде тұрып, әңгіме айтып қоймайды. Жібергісі жоқ. Үйге кір дейме деп дәмеленіп тұр. Мен ыңғай білдірмедім. Ақыры қоярда қоймай телефон номерімді сұрап алды. Желімде жабысқан әлгіден әрең құтылып үйге кірдім. Есікті құлыптап алдым. Күйеуім кеткелі алғашқы рет өзімді бір түрлі сезіндім. Табалдырықтың түбінде тұрған орындыққа сырт киімді шешпей отыра кеттім. Бұрын танымайтын адаммен сөйлесе бермейтін басым қайдағы бір бөтен етекке қолымды ұстатып, оның машинасына отырып, түкке тұрмайтын сөзіне сонша мәз болып күлгенім үшін өзегім өртенді. Әлгі ұстаған қолымды қалай ескегенді өзім байқамай қалдым. Жат адамның қымбат парфюмі жүрегімді айнытты. Орнымнан түрегеліп сырт киімді жүре шешініп ваннаға кірдім. Бөтен иіс сіңіп қалғандай көрінген қолымды сабындап жудым. Менің жалғыздығым екінші айға ұласты. Алғашқыдай емес, еркіндік сезімі солып қалды. Егер бұрын көңілім көпшіліктің ортасында болғанды қалап жұмыстан асықпай қайтсам, енді үйге жеткенше асығатын болдым. Келгенше үйге барып, не істейтінімді жоспарлап келемін. Үйге келіп ыдыс аяқты жуып, жиһаздарды таптаза етіп, сүртіп шығамын. Бірақ телевизорға жақындағым келмейді. Телефон шырылдаса көтермеймін. Тамақ пісірмеймін. Үйде тамақ ішуді қойдым, жүдеп кеттім. Бірге жұмыс істейтін қыздар, Гүлия Болат қызы, тіпті сымбатты болып кетіпсіз, қандай диета ұстайсыз деп сұрайтын болды. Олар қайдан білсін менің басымдағы жағдайды. Ешкім керек десең көршілерім де байқаған жоқ, күйеуімнің кетіп қалғанын. Мұнымды айтып біреумен бөлісейін десем, бақытсыз сорлы болып көрінбейін деп намыстанамын. Соңғы кезде күйеуімді жиі еске алатын болдым. Қайтейін, ол енді менің күйеуім емес. Айтпақшы, ол кімге кетті екен? Не қылған неме? Несі артып бара жатыр екен осыншама? Ол туралы ойланбаған екен мынау. Ойламаймын да. Баяғы құрып кеткір жалған намыс жібермейді. Самат екеуміздің жас кезімізде түскен фотоларды тауып алып, көзіме жас келді. Ол суреттерде бірде қызын құшақтаса, бірін ұлын қолына алып, ал бір суретте мені құшақтап, рахаттанып тұр. Дәл осы жерде мені күні бүгінге дейін қоршап келген кірпіші менмендік пен тәкаппарлықтан қаланған қамалымның қабырғасы құлап түсті. Бойымды буған долылық, ішімді кернеген ыза көзімнен жас болып төгілді. Альбомнан еденге шашылып түскен суреттің үстіне етбеттей құладым. Дауыстап жылап жатырмын. Жұбататын, басып айтатын адам жоқ. Саған осы керек. Сонша жыл отасқанда оның басына немқұрай қараппын. Артық ауыз ақшаны төркініме асырып жіберетінім бар. Ол аздай жан дүниеме жақындатпадым.
Осының бәріне ол қалай шыдап келген? Күйеуімнің сөмкесіне сыймай қалған тұмсығы мыжылған жұмсақ тәпішкесін тауып алдым. Бұрын күйеуімнің өзімен әрең сөйлесесі едім. Енді оның қалған затымен сөйлесетін болдым. Жұмыстан келгенде тәпішкесіне сәлем деп, үйге жинап жүріп, тәпішкемен сөйлесіп, оған сағындың ба деп сұрап қоямын. Кейде есі дұрыс емес адам сияқты тәпішкені кеудеме қысып, мен де қатты сағындым деймін. Түн болса, кең төсегіме жатамын, сап-салқын, неше түрлі ой жан жағымнан қаумалап алады. Ұйқы жоқ, күйеуімнің ыстық демін, тәнінің жылулығын сезінгім келеді. Өзіңнен басқа адам жоқтай жалпая жатып алыпсың ғой. Тарт аяғыңды, зілде қолыңды маған артпа, онсыз да ыстықтап жатырмын деуші едім. Енді міне, созған қолым жетімсіреп қалған салқын жастықты ғана сипалайды. Әр күнім, әр сағатым жанымды жеумен өтеуде. Тәкаппарлығым, өзімшілдігім, оған деген селсоқтығым. Күйеуім шаршап келгенде күлімсіреп қарсы алмағаным, өзімді іштей жазалап жазғырамын. Лайықты көңіл бөлмедім деп өкінемін. Өз дегенім болмаса райымнан қайтпадым. Оған көңіл бөліп мейір салмадым. Үйдің затындай көрдім. Несін айтайын, жетіп жатыр. Маған сауап болды. Күйеуімнің қадіріне жетпесең, ендігі көрген күнің осы. Жылдар бойы сен деп қорғап-қоршап, отбасын берекеге толтырамын деп, жұмыс деп келген адамды бағалай білмедің. Сезімін ескермедің. Енді жалғыз жарым жүріп қартаясың. Осының барлығын балаларыңа айт, төркеніндеріңе түсіндір. Осындай кезде өзімді ең сорлы, ең бақытсыз әйел деп сезіндім. Менің жалғыздығыма 2 ай 9 күн, 8 сағат толғанда біреу қоңырау соқты. Ешкімді көргімде сөйлескімде келмей, шалқаннан жатырғам. Қайта-қайта басқан қоңырауына жауап болмаған соң, әлгі неме құлыпқа күт салып бұрай бастады. Құдай сақтай көр, ұры деп орнымнан атып тұрып қолыма оқтап алып, дұшпанды басынан салып жіберуге дайындалдым. Есік ашылып, табалдырықтың арғы жағында күйеуім жоқ, Самат көрінді. Қолымда оқталған күйде тұрмын. Қатып қалыппын, қозғала алмаймын. Мен үшін соншама қадірі өткен адамның жүзіне тесіле қараймын. 20 жыл отасқанда бағалай алмаған бақытым. Сен неден кеткен? 2 айда өкініш пен уайым менің көзімді ашты. Көп нәрсенің байыбына енді жеттім. Кешірім сұрап оның аяғын құшақтауға сәл жетпей қалды. Самат болса қап-қара болып кеткен, өңі шашыраңқы, жүдеу, қартайыңқырап қалған ба, аяп кеттім. Көзімнің қиығымен, жидесінің жағасы мен жеңінің кірін байқадым. Шалбары дақ-дақ, бәтеңкесі лас. Бәрі түк емес, менің жүрегімді оның жетімсіреген көзі, жалынышты көз қарасы тіліп түсті. Табалдырықтан аттап орындыққа отыра кетті. Гулия, балаларым үшін мені кешір. Сенсіз өмір сүре алмайды екем. Мен үшін ешкім сендей бола алмайды екен. Не деп ұрыссам да сенікі жөн. Тек ендігі жерде бірге тұрсақ болды деп үздік-создық сөзін аяттады. Мен үндеген жоқпын. Тек оған қарап сәл тұрдым да 2 айдан бері сырласыма айналған тәпішкесін әкеліп қасына қойдым. Одан кейін ас қамына кірістім. Тезірек тамақ пісірейін деп. Балаларым да, туысым да, тіпті сырлас құрбым да жоғалтып барып тапқан байлығым мен берекемді байқамады. Өмірімнің осы белесі аяқ астынан
әйелдік болмысымның осалдығын әшкере етіп, сезімімді сергелдеңге салды. Бірде бұлттай түнертті, бірде жауыннан кейін шыққан гүлдей жарқыратты. Бірақ бұл туралы екеумізден басқа ешкім білген жоқ. Әңгіменің соңы алаш айнасынан алынды.